Қайырлы кеш. Бүгін тағы да сенімен жүздесуге келдім. Бүгін де өте қызықты ертегі айтып беремін саған. Тыңдауға дайынсың ғой? Дайын болсаң, онда бастаймыз. Бүгінгі ертегі дегелектің сыйы деп аталады. Дегелек қандай құс екенін білесің бе? Дегелекті адамдар арасында басқаша аист деп атайды. Аист туралы естіген боларсың. Әрине естідің. Дегелек ұзын тұмсықты, ұзын сирақты, өте әдемі құс. Ол сулы жерлерді мекен етеді. Балық, жәндік, бақа сияқты жәндіктермен қоректенеді. Және де дегелек табиғаттың бізге берген ерекше сыйы. Оның біздің экожүйемізге пайдасы орасан зор екен. Енді ертегімізді бастайық. Баяғыда бір қария келе жатып, жолда аяғы сынған дегелекті көріп, оны үйіне алып келіпті. Оның аяғын таңып байлап, емдеп, дегелек жазылған соң, оны ұшырып жібереді. Бірнеше күн өткен соң, дегелек ұшып келіп, оның үйінің төбесіне қонып, үйдің ішіне ат басындай алтын тастап жіберіпті. Бұл дегелектің қарияға деген алғысы. Қандай ақылды құс, иә? Өзіне жақсылық жасаған адамға алғысын айтып кетті. Дегелектің қарияға жасаған сыйы ел арасына тез тарайды. Көршілерінің аузының суы құриды. Бір қомағай қарт бізде бір дегелектің аяғын сындырып әкеліп бағайық деп, балаларына ақыл айтып, арам ойға барады. Бір күні сол қомағай қарт отынға барса, өз ұясының төбесінде отырған дегелекті көреді. Таспен ұрып, аяғын сындырады дағы, ол дегелекті үйіне алып келеді. Аяғын таңып, бірнеше күндей емдеп, жазылған соң дегелекті бостандыққа жібереді. Жібереді де, дегелекті күнде тосумен болады. Ол да қашан маған ат басындай алтын әкеп береді деп, күнде алтын тосып отыратын болыпты. Бірнеше күннен соң дегелек ұшып келеді. Бірақ ол қарияның үйіне ат басындай алтын емес, сарыбас жыланды әкеп үйдің төбесінен тастап жіберіпті. Алтын тосып отырған адамның үйіне жылан жауды деген не деген сұмдық? Өте қорқынышты, иә, балалар? Ал көрші қарт болса, алтын тұрмақ басын қалай аман сақтаймын деп, өз үйінен безе қашыпты. Қомағай қарт көрсе қызарлығы мен арамдығы үшін осылай өз жазасын тартыпты. Дегелектің қандай ақылды және әділ құс екенін білдік, иә? Жақсылық жасасаң, алдыңнан шығап, ал қиянат жасасаң, оның да жазасы бар екенін осы ертегіден білуге болады. Жақсылық көрсем өзімнен, жамандық көрсем өзімнен деген сөз осыдан қалса керек. Көптеген халықтарда дегелек бақыт пен сәттіліктің символы деп есептеледі. Ал қазақ халқы болса, дегелекті қадірлі құс деп есептеп, оны кездестірсең, саған сәттілік келеді деген белгі деп есептейді.
Дегелек жайлы ертегім осымен аяқталды. Қош сау бол.